су шөлді қандырады, тамақ қарынды тойдырады дейтін болсаң, сен адасушысың. Неге? Өйткені сен Алланың құдіретін, Аллаға тиісті болған нәрсені сен мына нәрселерге бердің. Су шөлді қандырады, тамақ қарынды тойдырады, дәрі шипа береді, оқ өлтіреді, от күйдіреді деген. Пышақ кесет, кете береді. Бұлардың еш қайсында күш құдірет жоқ. Сондықтан біз ла хаула ва ла қувата илля билля. Әрекет, күш қуат жоқ Алладан басқада. Сондықтан сенің маңдайыңа тіреп атса да, егер саған ажал жазылмаған болса, әлгі оққа өлтіру құдіреті берілмесе, өлмейсің. Сенің басыңда ана танкының стволына тық қойып атса да өлмейсің. Егер сенің ажалың сол сәтте нетпесе. Сондықтан бізде адамдар не дейді?